достар, сен бірге мен Әзімхан МДV. Бүгін менің ардамда өте керемет видео болады. Өйткені бүгін мен ініме пранк жасайтын боламын. Ал пранктың мақсаты мен ініме ол өзінің көрінбейтініне сендіру керекпін. Яғни бүгін менің інім невидимка болады. Ал оның невидимка болатынына сендіру үшін мен оған неше түрлі обрядтар жасап, үстіне орамал жауып жіберіп, алып қалған кезде көрінбеген сияқты боламын. Ал ол өзін көрінбейтініне сенетін болады. Да что ты, черт побери, такое несешь? Достар, айтпақшы, менің інім қазір дүкенде, ауыл дүкенге келгенше дейін мен өзім суретке түсіріп алатын боламын. Және де оған магия жасап жатқан кезде тоже суретке түсірем и оның алдындағы суретті көрсетем. Ал көрген кезде өзі болмай тұрады да, өзін көзге көрінбейтін адам деп ойлап қалады. Короче, дәл қазір оны пранковать етуге көшейік. Достар, осы видеоның спонсоры 1xbet. Егер де сен дәл қазір видеоның астына түсіп, бекітілген комментарияда ссылкаға өтіп, регистрация жасап, және де алғашқы депозитіңізге AZI деген промокод енгізсең, саған көптеген бонустар беріледі. Ал ендеше видеоға кеттік. Достар, қазір мен өз-өзімді суретке түсіретін боламын. Типа қазір Нұрланбек қасымда отыр деген сияқты. Нұрланбекке доказательство болу үшін. Қараңдар. Басылды ма? Қиын. A few moments later. Былай шықты. Тағы бір көрейік. Ой, тұрған қылып атқан сияқты. Міне, достар, шықты. Фотоға түсірдім. Енді Нұрланбек осы фотоны көргеннен кейін по-любому өзін невидимка деп санайтын болады. Достар, менің інім Нұрланбек үйге келмей тұрғанша мен сіздерден екі зат сұрағым келіп тұр. Біріншісі, каналға өтінемін, тіркеліп бітші, тіркелмеген болсаң. Ал екінші сұрайтын затым ол лайк басып сал. Егер де осы видеода 20 000 лайк жиналса, бүгін хоть 5 сағаттың ішінде или ертең жиналып тастаса, жаңадан видео шығады. Все, достар, сөз берем. Нұрланбек дайын тұр, ал міне. Міне, достар, өте керемет жаңалық бар. Нұрланбекке видео түсіреміз қазір. Қандай? Қазір айтам. Короче, Нұрланбек, бүгін біз жын шақыратын боламыз. Короче, ол жын деген адамның жанын алып кетеді да, оны көрінбей жоқ қылып жібереді. Достар, Нұрланбек уже келді, и ол қазір туалетте отыр, а мен болсам мына жердемін. Мен қазір заклинание дайындап жатырмын. Магияма заклинанием өздерің білдіңдер, не деп айтасыңдар? Ол үшін мынандай ағаш керек десең, ойнап айтамын, ағаш керек біз. Просто прикол, бізге осындай кукла керек, достар, түрін қараңыздар, қорқынышты прям. И спичка керек, спичка жағамыз қазір, и мына кукланы қоямыз. Сосын Нұрланбек қазір келген кезде Нұрланбекті любой затпен орап аламын да, дұға оқитын боламын, өтірік ойдан шығар. Бір жын шақыратын боламыз, жынның атын ымпиқ деп айтып, ымпиқ шақыратын боламын деймін, реакциясын көрейік. Все, Нұрланбек. Қорқпайсың ғой, саған істейтін боламыз, еще. Освещение қоса тұрайық. Ал мінекей, достар, менің қолымда осындай кукла бар. Бұл ымпиқ деген жын шақыратын боламыз. Не күлесің қазір, шын болсашы. Ымпиқ деген жын шақыратын боламыз. Және де тупо ойнамайсың қазір. Жаман істеп жүрмін. Сол жын шақырған кезде, Құдай сақтасын, көп айта бермейші, достар. Жаман болып қалуы мүмкін. Осы кукла керек болады, любой кукла. Және де осы адам керек болады. Кімге істеп жатыр, мен ініме істеп жатыр. Өзімнің жанымды қимаймын. Кетті. Ол өтірік шығар, қайдан білесің? Короче, сен сол бір жерін аласың да, өзінің шашын жұлып аласың да, ұстайсың, и шырпы от жағу керек. И сосын өзіңе қарай жамылдырасың, орамал ма, любой зат. И айналдырасың да, дұға оқу керек дейді. И потом, шын айтам, ары қарай Нұрланбек жоқ қайып болып көруі мүмкін, или білмейміз не болатын, әлі ешкім білмейді. Кеттік. Орамал десең, полотенце десең, полотенцеға міне достар. Қорқпашы, өтірік бәрі. Өтірік сал керек, Ой, дура. Тағы не керек, достар, жоспен қорқып отырмын. Сіздер көп сұрадыңдар, қорқынышты зат түсірдіңдер деп. Ал не қорқынышты? Комментария толтыр. Толтырғасын, көреміз сендер, қорқпаңдар. Ема, шын болсашы, жоқ болып кеткен дейсің ондаған. Обряд жасауға дайынбыз, достар. Сізмен қорқып тұрмын,
Сен несіне қорқасың, мен қорқып тұрмын. Міне достар, мына кукланың шашы достар, мінекей Нұрланбектің шашы керек. Өтірік не Ладно, неплохо. Битсі çıxып қой. Жарайды ма? Міне достар, кітте ғана қылшық, ешкім жағамыз. Иістендірдік болды. Енді Нұрланбек самый қорқыншысы мына жерде бар емес пе? Нұрланбекті бүйтіп жамылдырамыз. Жамылады достар, мінекей көріп тұрсыңдар, иә, жамылып жатыр. Дұға оқу керек бұл жерде енді уже. Қандай дұға? Қазір соткадан қарап жүрейін. Соткадан қарап жатыр. Шанда шинғанды, сәндерғанды, сампин не дейді? Сампин доррендестен қандығын дормендеріне. Астармайызды. Анен сондер әстен барендер. Аста! Болды. Ой, ема бір уже жақталды. Қумас? Ема! Нұрланбек! Нұрланбек! Қайдасың? Бісміллә! Бісміллә! Достар! Ема! Ема! Достар! Достар! Ох, Ема, достар! Достар! Ема! Ема! Не болды? Кеткен сияқты болды. Азымханаға. Достар, бісміллә! Нұрланбек! Не? Қайдасың? Барсың ба мұнда? Азымханаға. Нұрланбек! Блин, Азымханаға. Соткамен, Нұрланбек! Блин. Достар! Азымханаға. Достар! Қара, сенбей тұрсыңдар ғой. Қара, суретке түсіп алайық, қара. Не, Нұрланбек! Бар болсаң қасыма тұрш! Қасыма тұрш! Нұрланбек! Міне мұңға. Нұрланбек, қасыма суретке түсші! Міне. Бісміллә! Ема! Не? Достар, қараңдар, не? Ешқандай өтірік. Басыңба! Достар, көрдіңдер ме? Мен вообще күтпедім мұндай болады деп. Мен вообще прикол өтірік шығар деп ойладым ғой. Достар, видеоға түсіріп аламын бәрін. Стульчик ішіп тұр, Ема. Бісміллә. Ема, жоқ, Нұрланбек вообще, блин. От жанғады, от. Қараңдар, Нұрланбек жоқ вообще еш жерде. Ема, достар, жоқ вообще еш жерде жоқ. Міне достар, түсіріп болдым, видеоны қараңыздаршы. Еш нәрсе жоқ вообще. Азымханаға қойшы деймін. Вообще жоқ. Ема, қойшы, Ема. Қараңыздар, видео вообще түсірі жоқ. Серьезно? Ема, достар, вообще. Не істеймін, қалай қайтарамын Нұрланбекті? Қуаш, Азымханаға. Ема, достар. Азымханаға. Азымханаға жүрмейін де ма? Пранк қой. Достар, не істеймін, Нұрланбек қайттан орнына келтіремін. Нұрланбек, бар болсаң белгі берші. Свет бүкіл сені қосу керек болмайды бұл. Бар болсаң белгі бер. Белгі берейін ба? Нұрланбек, пожалуйста. Бердім. Нұрланбек, сен ба? Мен. Нұрланбек, сен ба бұны істеген? Нұрланбек. Міне қара. Ой, іштік бас. Ема. Ой, бісміллә. Бісміллә, мына жерде біреу. Ема, мына жерде біреу. Нұрланбек! Бар болсам белгі бер, Нұрланбек! Белгі беріп атыр. Нұрланбек! Бар болсам белгі берші бар. Міне. Қазір. Ема, ане, достар, қағаз ұшты. Қағаз, ане, қараңдар. Ема! Жазылып жатыр, қараңдар. Ема, қараңдар, жазылып. Мен, көріп жатсыңдар ма мұндай магия? Мен Нурик деп тұр. Ема, достар. Не істейміз, Нұрланбек? Блин, қаяқтасың сен? Дәл алдымда тұрған сияқты, мына жерде как будто. Пранк па дейді. Пранк па снес? Қуа ма, Нұрланбек? Ема пранк. Достар, пранк па дегенде ақ. Еще көріп тұр да осындай ситуацияда. Пранк. Ну нахер. Нұрланбек, бар болсаң қасыма кел, пожалуйста. Нұрланбек, қайдасың? Нұрланбек! Ема, достар, мұнда. Нұрланбек, мұндасың ба? Нұрланбек?
Обратное заклинание. Обратное заклинание. Қайдасың? Обратное заклинание. Қайдасың, Нұрланбек? Нұрланбек, бергеш. Мен естіп тұрсың ба, анаға? Обратное заклинание. Естіп тұрсың ба? Обратное заклинание істейміз. Все. Тез қорқып тұрмын. Бісміллә, қараңдар, өзіме өзі тұрмын, ашық болсам дым жоқ. Қараңдаршы, ема, бісміллә. Давай, достар, обратный дұғаны оқиын. Қабадастырмастыр. Ені қарайқандар, мостыр десендер. Ені қарайбейс, ені остановись тобайды. Ені кардиоливиосы, пантермас, томпақ безі. Нұрланбек чебурек ботқа бетсіз берген. Сито. Ема, Нұрланбек. Кесіп тұрсын. Я қылмашы. Көріп тұрсың ба? Қалай болды? Не білмеймін. Сен пранк істеп тұрсың ғой, чыда. Мен ба? Иә. Қылмашы. Суретке түсірдім, жоқсың вообще. Видеоға түсірдім. Қайдан сыш мен не видео көрінген? Қылмашы. Пожалуйста. Жоқсың ғой, дәл алдымда тұрдың ба осы жерде? Я мен мына жерде тұрдым, Қойшы. примерно. Я сен мен тұрдым. Шынымен де жоқ, шынымен де болады екен ғой да, мені сеп көресің ба? Мынада жоқсың вообще. Я мына жерде отырдым, прям мен Маған қыран деші. маған қыран. Бүйтіп отырдым мен қасыңда бүйтіп жақтап отырдым. Ема шын болып тұр ғой ана. Ну давай қайта сыш мен. Шын болып тұр ма не сонда? Ну пранк пойдь. А? Пранк пойдь. Я прав. Достар, ойлаңыздаршы, Нұрланбек кәдімгі сеніп қалды, маған еще айтып қояды ғой, видеоны түсіріп болғаннан кейін. Давай тағы да мені жоғалтып жіберші қояды ғой. Түрін қараңдаршы, тамақ жеп, любой затқа сене береді. Йо, достар, шынымды айтсам, мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Егер де видеоны алса, лайктарын басып, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңдар. Сосын мен инстаграмыма да тіркеліп кетіңіздер, ссылкасы описаниеда. Ал біз ендеше видеомызды осындай күшті көңіл-күймен аяқтайтын боламыз. Ұнады ма? Я, конечно. Бірақ енді қалай. Давайте, пока.